Қайырлы күн, достар. Бүгін мен ешқандай дайындықсыз бір өзімнің ойымды жеткізейін деп тұрмын. Шынайылық. Адамға шынайылық жетіспейді екен. Көп адамдар айта бермейтін шынайылығы, бәрі жерде айта бермейді. Сол жайында айтайын деп тұрмын. Абай Құнанбаев ана жолдан бері бәр қара сөзінде осы психологияны айтып кетті деп айтып жүрмін. Бізге ол жетіспейтіні тыныштық екен. Тыныштық, ешқай жерде жүректің тыныштығын. Адамдар ақша деп жүр, шынайылық ол жүректің тыныштығын іздеп жүр. Өйткені менің де өзімде болған жағдай, анам өмірден қайтқанда мен жүрек тыныштығын іздеп жүрдім. Бәрін еттім, оқыдым, психологиялық кітаптар оқыдым, содан кейін нелерге қатыстым, андай нелердің сабақтарын алып оқыдым, сондай коучтардың. Сонда адам істейтіні айландырып әкеліп, өзіңді бүйт, өзіңді сөйт дейді, сонда айналдырып әкеліп, жүректің тыныштығын іздейді екен. Қазір адамдардың көбі байқасаңыз, намазға жығылып кеткен. Намазға неге жығылады? Өйткені сол сәтте намазда болады, жүрегі тынышталып, сөйтеді. Өйткені қазір мына дамыған заманда адамның миы дамып кеткен, миына ақпараттар, миының оң жақ бөлігі не сол жақ бөлігі не болмаса жәнегі дамымай қалғанда бір жақ ми бөлігі дамып кеткен кейбір адамдарда. Кейбір адамда екеуі де дамып тұр, жүрек қалып қойған. Оны енді ғылыми тілде сөйтіп айтылады, мен қарапайым тілмен айтып жеткізіп отырмын. Өйткені адамның мына Абай Құнанбаевтың бірінші қара сөзінде мысалы өзінің миссиясын сол кезде тапқан ғой, 40-тан аса шағында. Ол жәнегі сол немесіне бірінші қара сөзінде айтылады. Мен қысқаша айтып кетейін. Несін мал бағатын, осы жасқа келген мал бағатын жөнім жоқ деген, және осы жасқа келген кезде мен өзім қаламымды алып, өзім қара сөзін жазып, жаңа өлең жазып жүрейін. Өзіне керектісін біреу алады, керексізін қалдырады деп сөйтіп айтады, өз сөзім өзімдікі деп қайтып алдым деп. Сонда мен не бір сіздерге бірдеңе үйретейін деп, не бір ақша табайын деп жүрген ойым жоқ. Жалпы өзімнің осығанға дейін оқыған түйгенімді айтып өтсем ба деген ойым болды. Өйткені мен тіл жанашырымын, байқадым, мен тегін оқыттым, 1 ай 2 ай. Қазір ақылы оқытып жүрген жоқпын, балаларды оқытып жүрмін. Сонда өзіміздің мен бір инстаграмнан бір жерден ақша тауып жүрген жоқпын. Дегенмен өзіміздің аумақта балаларды оқытып жүрмін, тіл жанашырмын, еще балаларды жаңа әдемі жазуға, жылдам оқуға дайындаймын. Сонда көп байқағаным, ата-аналарға тегін бересің, ата-аналарда да бір рахметті айтудың өзінде бірдеңе іздеп жүр адамдар. Сонда ойлағаным, өзім түйіндегенім, адамда енді рахмет айтқанда өзің энергиясын аласың. Кейбір адамдарда сол рахметі да жоқ, кетіп қалады ғой. Өйткені адамдардың даму деңгейі, жаңа мен айтып кеттім, оң жақ ми, сол жақ ми даму деңгейлері әртүрлі екен. Бұның бәрін айта бермейді, Мен соны алдыңғы сабақта айтып отырмын, адам жәнегі көзге көрінбейтін нелер бар дедім, байлық. Ақшадан бәрі ақша, үй, көзге көрінетін нәрселерді армандайды да, жаңа көзге көрінбейтін жүректің тыныштық қалып қояды екен. Абай Құнанбаевтың толық адам ілімі деген сол екен. Мына заманда ақпарат көпте бұлай дамып кеткен соншалық, адамдар қайсысын қалайтынын, қайсысын қаламайтынын білмейді. Көрінгенді қарап, милары соншалық дамып кеткен. Ал разумдар қалып қойған. Абай Құнанбаевтың жаңағы толық адам ілімі деген сол кезде болған ғой. Адамдар жаңағы неметкен, қара сөзден оқығандарыңыз бар шығар, сол кезде осы өмір болған. Абай Құнанбаев білген мидың, бірақ қара сөзде өте күрделі жазған. Оны түсінетін адам ғана түсінеді, түсінбейтін адам оны түсінбейді екен. Оны өзім де көрдім,
2-3 рет оқығанымда мен әрі түсіндім ғой соны. Сонда 3-ші резінде уже жаттап алатын жағдайға жеткен кезде адам сол дәрежеге келеді екен, адам миы соншалықты дамып кеткенде денесі қалып қояды екен. Дене неге жәнегі Ширағат сүресінде айтады ғой, мақсат қойыңдар, қойыңдар деп Алла тағала, иә. Сонда мақсат қой дегені мына дене қалып қояды екен. Мысалы, мимен ойлайсың, дене қалып қояды, содан кейін баяғы жүресің, не бітірген ештеңең жоқ, елді жамандап, өйткені даттап миың дамып кеткен соншалық, қандай ақпаратты аларың да білмейсің. Мимен ойлап ап, негізі содан істеу керек. Мақсат деген ол қимыл, іс-әрекет, оны ешкім айтпайды. Мақсат дейді, ол сіздің іс-әрекетіңіз, бірдеңкені қойып, осы сәтте болу дейді. Сіз ана миыңызды көрінген нәрсеге жұмсамай, осы жерге, нақ осы сәтте осы жұмысты бітіремін деп қою керек, кіші-кіші мақсаттар. Вот кіші-кіші мақсатты орындағанда адамның өзіне сенімділік орнайды екен. Жалпы байқағаным сол болып тұр, иә. Жаңағы толықтырып айта кететін болсам, және сонда мына мен тұрып жатқан жерім ауданда бәрі орысша сөйлейді. Мен бір қынжылтатын, мен ұлт жанашырмын, тіл жанашырмын, сондай. Қазақ тіліне бүйтеді, өзім историяны бітіргем негізі. Сосын бәлем-бәр жылдық, 15 жылдық бала тәрбиесінде тәжірибем бар. Сонда менің ойымда орысша сөйлейді, орысшаны сөйлегенде өзінің білімді санап, енді менің балаларым да орысшаны жақсы біледі. Жалпы деймді, ол білуде емес қой, біледі, біреу білмеуде емес. Дегенмен сонда да оны орыс қилық дегені соншалықта не орыс емес, не қазақ емес та баласы. Мен соған қынжылтты да, сонан қазақ ұлтшыл болсыншы деп балаларды сол тегін оқытып неткен жайым бар болып, тегін оқыттым балаларды. Сонда Екатерина деген, енді тарихтан білетін шығарсыздар, феодалдың бір әйелі бар, сол айтқан ғой, бұлардың совет үкіметі кезінде, орыстарын басқарған кезінде, бұлар тілден алсақ жер бетінен жойылып кетеді деген. Осы мен тұратын жерде Райымжан Марсеков деген немене болған, алаш зиялысы болған, ол көп ешкім біле бермейді. Ол Райымжан Марсеков мектептің аты. Сол Райымжан Марсеков айтқан, тілдеріңді және орыс тілін біліңдер, бірақ өз тілдеріңді ұмытып кетпес үшін кетпеңдер дейді. Өз тілдеріңді ұмытып кетпеңдер, бірақ өздеріңді қорғау мақсатында, ол кісі заңгер болған, тілдеріңді біліңдер деген. Көрдіңіз бе? Сонда біз жойылып кету қаупіміз бар, өйткені сол Екатеринаның айтқан тура келіп тұр да, жаңағы бізді діннен алғанда ол жойылмайды екен, тілден алғанда ол жойылып кетеді екен. Сонан мен айтам, қазақ нақ айтқан ғой, Машқұр Жүсіпов бабамыз айтқан ғой, қазақ өзі айтып алады да өзі істемейді деп. Және нақыл сөздерде айтылған ғой, жаман қазақ орыс болмас деп. Сонда және сен қанша орыстың тілін білсең де орыс бола алмайсың. Өйткені мына бізді Алла тағала неме қылып жаратқан, е? Алла тағала бізді мұсылман қылып жаратқан, сол себепті біз мұсылман болып қалуымыз керек. Мұсылман болып сен орыс болып кете алмайсың. Мұсылман қылып жараттым, бәрі діндеріңді біл, сөйтіп Құранда айтылған, діндеріңді бөліп бердім, бәрін ұлт қылып жараттым деген. Өздерің тілдерің, діндеріңде сөйлеңдер деген. Ал бізде қайтеді? Өйткені өзін менсінбейді. Ол деген қалай? Және тілін менсінбеу деген. Өзімді қояды, мен аналарында жағдайын жасап алайын, бала шағам жағдай, анан жағдай. Сол болып тұр бізде қазір, өзімізді менсінбей тұрмыз. Қазақ десең өзіне шығады деген секілді мақалдар бар ғой, соны ұстанып алғанда төмендетуге идеология солай болған ғой. Қазақ ол орыстардың несі ғой,
жамандаган айналып кеп біз қазақтар барандар анау мынау деп сонда біз өзімізді өзіміз жек көруге дейін ұлттық ядродан ажырадық. Иә, енді айта берсем мен бұл тақырып бұл немне эфир жетпейді. Иә, бөліп енді осы айтып жүргенде осы жалпақ тілмен жеткізіп отырмын сіздерге. Өйткені адамның екі түрі болады. Дене менікі, денемін дейді да, өзін рух менікі дейді. Екінші адамның түрі мен рухпын, дене менікі дейді. Біріншісі мен денемін, рух менікі. Екіншісі мен рухпын, дене менікі. Вот осы екінші біз рухпыз. Өйткені рух қып жаратқан. Иә, қалың сабақ, келесі сабақтарда толығымен түсіндіріп айтам. Өйткені рух қып жаратқаннан кейін біз осы екеуін бірдей ұстауымыз керек. Және бізге жан дүние, мына дене, біз скафандрмыз ғой. Скафандр болғаннан кейін жүрек бізде подсознание. Ешкім айта бермейді, жүрек подсознание, түйсік, ал миымыз сознание. Біз когда мына денемен қабылдаймыз, бізде сезім мүшеміз дене, біз скафандрмыз, денеміз, солай ойлау керек. Рух біз, дене біздікі. Соны біз денеміз қалып қояды да, жүректе ғой дене. Сонан біз сезім мүшелеріміз бәрі денемен ойлаймыз, сезімде қалып қояды да. Мына подсознание, жүрек бәлембай мың ақпаратты сақтаған. Бала күніміздегі нәрселер осы жүректе сақталған. Сондықтан біз қимылсыз денеміз қалып қоятын болып, миымыз дамып кететін болса, бізде және комфортно болмайды. Сол себепті екеуін бірдей ұстауымыз керек. Денеге де өзі бір зарядка жасаңдар, бүйтіңдер, сөйтіңдер, ойбай, анадан секіріңдер, мынадан бүйтіңдер, сол жақпен картоп аршыңдар дейді ғой. Сонда сіз сол жақпен картоп аршығанда неге? Өйткені сіз осы сәтте боласыз. Көп адамдардың миы ана далада да, денесі осы жерде не ойлап отырғанын өзі білмейді. Сондықтан көрінген ақпаратты ойлап не де беруге болмайды. Мен өзім ойым. Содан адамдар зомби болып жүр. Мен байқағаным бар ғой, кейбір балалар келген гиперактивныйда балалар сондай белсенді нет кеткен ғой, ойлары басқа жақта да, денелері қалып қойған. Ойлары ойлай алмайды да, сондай. Қайтып айтсам болады, денелері бөлек қозғалады, ойлар екеуінің арасында байланыс жоқ. Ойлар басқа жақта. Сол үшін оны да реттеуге болады. Жалпы реттелмейтін нәрсе жоқ. Иә, Құранда бәрінде айтып кеткен. Аллаға адамға ауру бердім, емі де соның ішінде деген. В общем, ауырсаң да өзің сол ойыңнан ауырады екенсің. Емдеп алуға да болады оны, өзің ойың арқылы. Сондықтан ойды таза ұста, ойды таза ұстайды дейтін сол екен. Енді менің ақпаратымды керек жер осы, өз әркім жаңағы Абай Құнанбаевтың айтқанындай керек жер түртіп алса өз керек деп алады, керек жоқ болса онда өз сөзім өзімдікі деп қайтып алдым. Рахмет. Менің каналыма тіркеліп қоңырау шалын басып қойсаңыз, келесі сабақты жібере алмай көретін боласыз.